Саламатсыздар ма? Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі Әбілқасым Гүлжайна Исаханқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған сабағым 8 сынып алгебра пәніне арналған квадрат теңсіздіктер шешу тақырып. Оқу мақсатымыз квадрат теңсіздіктерді шешу. Жалпы квадрат теңсіздік дегеніміз не? Анықтама беретін болсақ, ax квадрат плюс bx плюс c кіші 0-ден немесе ax квадрат плюс bx плюс c үлкен 0-ден түріндегі теңсіздіктерді квадрат теңсіздіктер деп атаймыз. Мұндағы x айнымалы, a, b, c сандар a 0-ге тең емес. Квадрат теңсіздіктер екі түрде болады бізде: қатаң квадрат теңсіздіктер және қатаң емес квадрат теңсіздіктер. Қатаң квадрат теңсіздіктерге көріп отырғанымыздай ax квадрат плюс bx плюс c үлкен 0-ден, ax квадрат плюс bx плюс c кіші 0-ден түрінде берілген теңсіздіктерді жатқызамыз. Қатаң емес квадрат теңсіздіктерге ax квадрат плюс bx плюс c үлкен немесе тең 0-ге, ax квадрат плюс bx плюс c кіші немесе тең 0-ге түріндегі берілген квадрат теңсіздіктерді айтады екенбіз. Жалпы квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмі. Яғни біз квадрат теңсіздіктерді шешу үшін не жасауымыз керек? Алдыменен квадрат теңсіздікті шешу үшін ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріндегі теңдеудің түбірлерін табуымыз қажет. Дискриминант мәніне және бірінші коэффициент таңбасына байланысты y тең ax квадрат плюс bx плюс c функциясы графигінің орналасуының 6 жағдайы бойынша анықтауымыз қажет. 6 жағдайы деп отқанымыз мына жерде көрсетілгендей, a коэффициентіміз 0-ден үлкен болған жағдайда және a коэффициентіміз 0-ден кіші болған жағдайда параболаның ox осінен жоғары жатқан аралығы және ox осінен төмен жатқан аралығын көруімізге болады. Параболаның ox осінен жоғары жатқан аралығы ax квадрат плюс bx плюс c үш мүшесінің мәндері оң болғандығы аралығына сәйкес. Параболаның ox осінен төмен жатқан аралығы, яғни біздің екінші қатарда көріп отырған суреттеріміз, берілген үш мүшенің мәндері теріс болатын аралығына сәйкес болады. Теңсіздік таңбасы қатаң болғанда аралықтың ұштары шешімдер аралығына жатпайды. Ал теңсіздік таңбасы қатаң емес болғанда аралықтың ұштары шешімдер аралығына жатады. Осыны ескере отырсаңыздар. Келесі. Жалпы осы әдіспенен шешу квадрат теңсіздіктің графикалық әдіспен шешу деп аталынады. Квадрат теңсіздікті функцияның график арқылы шешу алгоритміне тоқталатын болсақ, квадратты функцияның бірінші коэффициенті арқылы парабола тармақтарының бағытын анықтау. Яғни бірінші коэффициентіміз ол бізде a коэффициенті. X квадрат өрнегінің алдындағы a коэффициентінің оң теріс болуына байланысты параболаның тармағы жоғары не төмен бағытталады. Екінші кезекте теңсіздікке сәйкес квадрат теңдеудің түбірлерін табу немесе түбірлерінің жоқтығын анықтау. Яғни теңсіздіктен квадрат теңдеуге айналдыра отырып, квадрат теңдеудің түбірлерін анықтауымыз қажет. Егер ox өсіменен қиылысу нүктелері болса, оларды пайдаланып квадраттық функцияның графигінің эскизін салу керек және график аралығы арқылы функцияның қажетті мәндерін қабылдайтын аралықты анықтау керек. Яғни осы аталған 4 алгоритм арқылы біз квадрат теңсіздікті функцияның графигі арқылы шеше алады екенбіз. Мысал келтіретін болсақ, мысалы x квадрат минус 4x минус 5 үлкен 0-ден квадрат теңсіздігін шешу керек болса, біз алдыменен парабола тармақтарының бағытын анықтауымыз керек. Яғни y тең x квадрат минус 4x минус 5 квадраттық функциясына назар аудара отырып, осы жердегі a коэффициентіне қарайтын болсақ, x квадраттың алдындағы коэффициент, яғни біздегі жағдайда 1-ге тең. 1 дегеніміз 0-ден үлкен болғандықтан, яғни тармақтары жоғары бағытталған. Келесі екінші алгоритм бойынша қиылысу нүктелерін табамыз. Яғни бұл жерде x квадрат минус 4x минус 5 тең 0 деп квадрат теңдеу шешеміз.
және бұл жерде сәйкесінше x1-міз -1-ге, x2-міз 5-ге тең. Яғни қиылысу нүктелерін таптық. Келесі осы қиылысу нүктелерін пайдалана отырып графиктің эскизін саламыз. Яғни -1 менен 5 аралығында тармақтары жоғары бағытталған параболаның суретін байқап отырмыз. Онан соң график арқылы функцияның қажетті мәндерін қабылдайтын аралықты табамыз. Яғни бізде теңсіздігіміз 0-ден үлкен болғандықтан плюс аралықтарын анықтаймыз. Яғни минус шексіздіктен -1-ге дейін және 1-ге 5-тен плюс шексіздікке дейін деген аралықтар. Келесі, квадрат теңсіздіктің шешімдерін келесі кестемен беруге де болады. Назарларыңызда ұсынылып отырған кестеге мән беретін болсаңыздар, яғни бұл жерде бірінші қатарда теңсіздіктер көрсетілген. Яғни ax квадрат плюс bx плюс c теңсіздігі 0-ден үлкен болған жағдайда және кіші болған жағдайда. Және әрбір теңсіздіктің жәнінде a коэффициенті 0-ден үлкен болған жағдайда және кіші болған жағдайда біздің шешімдеріміздің қалай өзгеретіндігін кестеден аңғаруға болады. Бұл кестені алдағы уақытта өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Мына жерде де, яғни бұл жерде қатаң емес квадрат теңсіздіктер үшін теңсіздіктерді шешу кестесі. Енді осы сәтте мынадай мысал қарастыратын болсақ. Яғни бізге x-5-дің квадраты үлкен 4-тен деген квадрат теңсіздік берілсе, бұл квадрат теңсіздігінің шешімі 3-тен кіші және 7-тен үлкен болады. 3 және 7 дегеніміз бұл түзу мен параболаның қиылысу нүктелерінің координаталары болып табылады. Бізге берілген квадрат теңсіздік болғандықтан, біз квадрат теңдеудің түбірлерін табамыз. Яғни x-5-дің квадраты тең 4. Осы жерде дискриминант әдісі арқылы табамыз квадрат теңдеудің мәндерін. Сол кезде x1 және x2 шешімдері 3 және 7 деген сандарды аламыз. Енді келесі теңсіздікті шешейік. Ол үшін t деген жаңа айнымалы енгізіп, t квадрат кіші 4-тен теңсіздігін шешу керек. Алынған теңсіздіктің шешімі -2-ден артық және 2-ден кіші сандар аралығы болады. Теңсіздіктің екі жағына 5-ті қосып, дұрыс жауабын шығарамыз. Сол кезде бізде теңсіздіктің шешімі 3-тен 7-ге дейінгі сандар аралығы болады. Демек, теңсіздігіміздің жауабы. Келесі. Және байқап отырғандарыңыздай x1 және x2 түбірлерін тауып аламыз. Яғни b квадрат минус 4ac өрнегі арқылы дискриминанттың мәні 0-ден үлкендігін байқауға болады және сәйкесінше x1, x2 түбірлерін табуымыз қажет. Теңсіздікті шешкенімізде a коэффициент 0-ден үлкен, дискриминанттың мәні 0-ден үлкен және сәйкесінше бірінші суретте көріп отырғанымыздай графикті алады екенбіз. Екіншісінде сәйкесінше a коэффициенті бұл жерде 0-ден кіші, дискриминанттың мәні 0-ден үлкен болған жағдайда квадрат теңсіздігіміз x1 және x2 мәндер аралығын алады екен. Және екінші графадағы екінші параболаның суретіне назар аударамыз. Ал енді тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма. x квадрат плюс 4x минус 5 үлкен немесе тең 0 теңсіздігін шешуіміз қажет. Орындап көрелік. Жаңағы айтылған мәліметтерге сәйкес, бұл жерде ең алдыменен функцияға сәйкес параболаның тармағын анықтап алуымыз керек. Одан соң квадрат теңдеуді шешуіміз керек. Және OX өсімен қиылысу нүктелерін анықтап,
параболаның эскизін сала аламыз, графикті сала аламыз демек. Және ең соңында біз шешімдерін аралықтар арқылы белгілеуіміз қажет. Ендеше орындап болған болсаңыздар, жауабын бірге тексерейік. Яғни бізде мынада парабола шығу қажет етін -5 пенен 1 аралығында. А 0-ден үлкен байқағандарыңыздай, сондықтан параболаның төбелері жоғары бағытталғанын көруге болады. Параболаның төбесі бұл жерде бізде -2 және -9 болды. Симметрия өсі -2-ге тең. OX өсіменен қиылу нүктелерін табамыз. Яғни квадрат теңдеу шешеміз. Бұл жерде 1 менен 5, яғни қиылысу нүктелері 1-де 0, -5-те 0 нүктелері аралығында. Функцияның 0-ге тең және оң мәндер қабылдайтын аралығы -шексіздіктен -5 және 1-ден плюс шексіздік аралығында. Графикпен салыстыратын болсақ, бұл жерде көрініп тұр. -шексіздіктен -5 аралығында, -5 жауапқа мәнге кіреді аралыққа және 1-ден плюс шексіздік аралығында. Демек, бізде жауап дәл осылай шығу қажет етін. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма y-тен x квадрат -4x плюс 3 функциясының графигі бойынша функцияның теріс мәндер қабылдайтын аралығын көрсет. Демек, сіздерге функцияның графигі көрсетілген, енді сіздер таңба тұрақтылығын қасиетін пайдалана отырып, функцияның теріс мәндер қабылдайтын аралығын көрсетулеріңіз қажет. Егерде шешімдеріңіз шыққан болса, бірге тексерейік. Яғни график бойынша 1 менен 3 аралығында функция графигінің бөлігі абсцисса өсінен төмен орналасқан, сондықтан осы аралықта функцияның теріс мәндері қабылдайды. Яғни жауабымыз 1 менен 3. Көріп отқандарыңыздай, 1 менен 3 абсцисса аралығында теріс таңба қабылдағандықтан, демек теріс мәндер қабылдайтын аралық 1 менен 3 аралығы болып табылады екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. X квадрат -6x плюс 8 кіші 0 теңсіздігін шешіп көрейік. Бірінші тапсырмаға ұқсас, бұл жерде ең алдыменен функцияға айналдыра отырып, функция бойынша параболаның тармақтарын анықтауымыз қажет. Яғни а коэффициентіне байланысты. Онан соң квадрат теңдеу шешіп, OX өсімен қиылысу нүктелерін табамыз. Онан кейін графиктің эскизін саламыз. Одан кейін жауаптарын аралықтар арқылы белгілейміз. Ал тексерейік. Бізде мынадай парабола шығады. Яғни функцияның оң мән қабылдайтын аралығы плюс теріс мән қабылдайтын аралығы минус деп белгілейтініміз белгілі. Теңсіздікті қанағаттандыратын аралық ол 2 менен 4 аралығы. Демек, функцияның жауабы 2 менен 4 аралығы. Мәндер қабылдайды. Теңсіздігіміз демек 0-ден кіші аралық ол бізде минус болғандықтан, есептің шартына мән берсеңіздер, теңсіздік 0-ден кіші, яғни бізге теріс мәндегі аралықтар. Мұнда бізде оң, теріс, оң таңбада болатын болса, бізге теріс мәндер аралығы, яғни 2 менен 4 аралығы сәйкес келеді. Енді сіздерге үй тапсырмасы ретінде 551 есепті беремін. Яғни бұл 160 бетте оқулығымызда көрсетілген осы 3 номерін өздік жұмыс ретінде орындап, бүгінгі өтілген тақырып бойынша мысалдарға қарай отырып, шығарып, маған электронды почтаға тексертсеңіздер болады жіберіп. Және бүгінгі сабақ бойынша рефлексия беріп өтсеңіздер. Бүгінгі тақырыптан жақсы түсінген тұстарыңызды, түсініксіздеу болған тұстарыңызды, және түсініксіздеу болған тұстарды жетілдіру үшін не істеуге болатындығын, меңгерілген тақырыпты қайда қолдана алатындықтарыңыз жөнінде қысқаша рефлексия жазып, бұны да почтаға немесе чатқа сала отырып, өздеріңіздің бүгінгі тақырыпты түсінгендіктеріңіз жайлы рефлексия жасап өтсеңіздер. Сабақ аяқталды.